Барлығына сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің атым Нұрдана және бүгінгі видеода Work and Travel программасының екінші бөлімі болады. Бірінші видеода жалпы бұл не программа, қандай адамдар қатыса алады және өзімнің Америкадағы бірінші жылым жайында айтқан болатын. Осы жолы 2025 жылғы жаз және программаға қанша ақша құртқанымды, қандай шығындар болатыны жайында айтатын боламын. Ең бірінші рет қатысқан кезде мен программаны рассрочкаға алған болатын. ЦМО деген агентство арқылы бардым, қайтадан айтып кетейін. Және менде программа ол кезде $3,500 тұрды. Рассрочканы қосқанда, яғни мен кетпей тұрып $1235 төледім және жаз бойы 3 айға бөліп қалған сумманы төледім. Ал осы жылы мен сразу барлығын төлеуге дайын болдым, сондықтан программа менде $2289 болды. Бірақ мен оны да бірден төлеген жоқпын, бөліп төленеді. Ең бірінші документтерді мен қыркүйек айында жібердім ЦМО-ға. Сол кезде оларда консультационный сбор деген нәрсе бар. Оған 75 мың теңге төледім. 50 мың және 25 мың тоже бөліп төленеді. Бірінші агентствоға сондай ақша төлейсіз. Ол тоже агентствоға байланысты болуы мүмкін. Мысалы, ЦМО-да 75 мың, Air Travel'да ондай жоқ, басқа агентстволарда бағасы тоже әртүрлі болады. Келесі сентябрь айында мен бірден $435 төледім. $435 төлегеннен кейін бізде инфо-встреча деп аталатын жиналыс болды. Ол қазанның 10 күні өтті. Сонда сіз документ тапсырасыз, консультационный сбор төлейсіз, программаның бағасының бір бөлігін төлейсіз, сосын сізді встречаға шақырады. Бұл енді ЦМО-да солай болды. Басқа агентстволарда кішкене басқаша болуы мүмкін. Содан кейін мен желтоқсан айында тағы $800 ақшасын төледім. Содан кейін ең соңғы взнос, яғни үшінші взносты мен ақпан айының 7 күні төледім. Ол менде $1651 болды. Сонда бағана айтып кеткен $2289 программаға шығып тұр. Айтпақшы, үшінші взнос, қателеспесем, ол жұмыс тапқаннан кейін төленеді. Сонда мен full сервисті алғанда мен жұмысты февральда бірақ таптым. Бірақ ол кезде менде подругамен связка болды, сондықтан кішкене ұзағырақ болған сияқты. Содан кейін біз консульский сбор төледік. Ол сіз ақш консульствосына кіріп, визаға интервью тапсыру үшін керек төлену. Ол сол жылы 2025 жылы $97,604 теңге болды. Сосын визаға кірмес бұрын біздің агентство Pre-Visa Orientation деген жиналыс жасады. Ол жерде виза туралы ақпарат, қандай сұрақтар қоюы мүмкін, қалай дайындалу керек екен қысқаша ғана айтады. Сол февральдың 14-і өтті, ақпанның 14-і. Содан кейін 9 сәуір күні мен көптен күткен визама екінші рет кірдім және Содан кейін 9 сәуір күні мен көптен күткен визама екінші рет кірдім және your visa is approved деген сөзді естіп, паспортымды сол жерде қалдырып кеттім. Егер сіз паспортты виза кезінде консульствода қалдыратын болсаңыз, демек сізге виза береді, паспортыңызды алып қояды, сосын ол жерге сіздің наклейкаңызды жабыстырып, сіз паспортты біраз күннен кейін алып кетесіз. Өкінішке орай, егер паспортыңызды интервью кезінде сізге қайтарып берсе, қасына қағаз қосып, демек сіздің визаңызды бермейді, отказ болды деген сөз. Бірақ агентстволар шамамен $500-600 ұстап қалады да, қалған суммасын отказ кезінде қайтарып береді. Визаны сәтті алғаннан кейін әрине самолетқа билет алу керек. Негізі мен бірінші жылы Triumph деген агентство арқылы алған болатынмын. 407 мыңға алдым. Егер Нью-Йорк емес, басқа қалаларға ұшсаңыз кішкене қымбатырақ болады. Мен бірінші жылы Бостонға ұштым, Астанадан Бостонға, және қайтар кезде Нью-Йорктан Астанаға ұштым. Сол кезде 407 мың шықты. Осы жылы мен Triumph'тан бағаларын сұрағанда өте қымбат болды. Сосын өзім Turkish Airlines'тың сайтынан алдым. Сіз ол жерде студенческая скидка дегенді қосып, ол жерде верификациядан өту керек. Сіз Platonus арқылы кірсеңіз болады, сол Turkish Airlines'қа дәлелдеп, немесе бір қағазды жүктесеңіз, ол сізге скидка алу мүмкіндігін береді. Сол кезде мен студенческая скидкамен $453 мыңға алдым. Енді бір жыл өткеннен кейін кішкене қымбаттады, бірақ менде ол кезде тоже Нью-Йоркқа емес, Астана, Бостон
Нью-Йорк, Астана болды. Егер сіз Астана, Нью-Йорк, Астана қылып алсаңыз, кішкене арзанырақ болуы мүмкін, және даталарға да байланысты. Бірақ мен бірден виза алғаннан кейін билет алған жоқпын, себебі мен достарымды күтіп жүрдім, кім қалай алады екен деп. Егер бірден алсаңыз, мүмкін арзанырақ болатын беді. Негізі мен өзім сол Turkish Airlines'ты қатты кеңес беремін, себебі бағалары қымбат емес, студенческая скидкамен алсаңыз. Сосын оның ішіне 2 багаж кіреді, 23 килограммнан, яғни сіз ручная кладь 8 килограмм қателеспесем ала аласыз, және 2 чемодан өте күшті деп ойлаймын. И өзі Turkish Airlines, білмеймін, сапасы жақсы, тамақтары әрқашан жақсы, өз бағасына өте күшті ұсыныс деп ойлаймын. Turkish Airlines'тың жалпы билеттері США-ға. Және ең маңыздысы Stopover в Стамбуле деген программа бар. Егер сіздің Стамбулдағы лейоверіңіз 22 сағаттан асса, онда Turkish Airlines сізге тегін отель береді бір түнге. Оны тоже сайттан қарап көріңіз. Өкінішке орай мен осы жылы соны қолданғым келді, бірақ менде шықпай қалды. Зато екінші программасы бар. Ол Тур Истанбул деп аталады. Ол мен үшін одан да күштірек. Мен барар кезде соны қолдандым. Ол не нәрсе өзі? Ол сіз билет алғанда өзі жазылып тұрады Тур Истанбул деп көк түсті сайтында. Сол кезде мен Тур Истанбул дегенді таңдадым. Ол тегін тур болады Стамбулда, яғни сіз Астанадан Стамбулға ұшасыз ғой. Сол жерде сіздің самолетіңізға Америкаға дейінгі мысалы 10 сағат уақыт бар. Сол кезде сіз бір жерде жиналасыз, сізді тургид алып кетеді, аэропорттан автобуспен апарады, әртүрлі уақытта әртүрлі турлары бар. Мен өзімдікін кішкене ұмытып қалдым. Бізді автобустан алып кетті, есіме түссе аттарын жазып кетем, қандай жерлерге барған. Аэропорттан алып кетті, қалаға бірнеше жерлерді көрсетті. Өте әдемі жерде таңғы ас жедік, және барлығы тегін. Сосын бізді қайтадан аэропортқа апарып тастады. Сондықтан Turkish Airlines'пен алған күшті сияқты, бағасы жағынан, entertainment, қызық жерлер, жалпы полет. Өйткені мен осы жылы Гавайға барғанда, Бостоннан Гавайға ұшып, Гавайдан Нью-Йоркқа ұшу, Астанадан Америкаға барып қайтумен теңдей болды. Бірақ Turkish Airlines'тың сервисі, ұшқандағы тамағы, беретін андай кішкентай косметичкалары, немесе турларының ұсынуы Hawaiian Airlines'пен даже теңдей тұрмайды. Билет алғаннан кейін бізде pre-departure orientation деген болады. Ол жерде де сіз ұшпас бұрын кішкене информациялар айтып береді сізге. Содан кейін сіздің ұшатын уақытыңыз да келеді. Міндетті түрде алғашқы күнге өзіңізбен ақша алуды ұмытпаңыз. Негізі $1000 ақша алған дұрыс деп айтады. Бірақ мен бірінші жылы қателеспесем, есімде жоқ, бір $700-800 алдым. Жартысы картада, жартысы наличка. Осы жылы одан сәл азырақ алдым. Тоже жартысы карта, жартысы наличка. Сондай шығындар бар, соны біліп жүріңіз. Ал осы жылы мен Нью-Хэмпшир деген штатында істедім. Менің позициям басында барғанда хаускипер болды, $16 сағатына, және типсі болды. Бірақ менің ағылшыным жақсы болды, және мен өзімді жақсы жағынан көрсеттім ба, білмеймін. Және мен бірінші келген студенттердің бірі болдым. Сондықтан мені leading housekeeper немесе housekeeping supervisor деген позицияға көтерді. Мен өзімнің менеджерларымның біріне көмектесіп жүрдім. Және кейде маған фронт-десктан тоже сағаттар беріп тұратын. Фронт-деск, чек-ин, чек-аут, отельде, регистратурада тұратын адам сияқты. Ал екінші жұмыс менде сервер болды. Мен өткен жылы фудранер болып істедім ресторанда, сондықтан осы жылы қатты сервер болып істегім келді. Тек қана румындар істейтін ресторанда істедім. Барлық серверлар, официанттар румындар болды. Мен ғана жалғыз басқа ұлт болдым, және олар өздері бөлісіп барлық столдарды бірге обслуживать ететін. Маған бір күнде 4-5 стол беретін. Ол өте аз, және менің чектарым қатты үлкен болмайтын, бірақ бәрібір сағатпен есептегенде
сервер болғанда мен сағатына жақсы ақша табатынмын. Және өзім сол сервер деп жүріп сол жұмысты қаладым. Бірақ шынымды айтсам, мен қатты ол жерде жұмыс істегеннен ол жерде жұмыс істеу маған қатты ұнады деп айта алмаймын. Бірақ тегін тамақ болды. Басында мені сол жердегі работодательдер әрқашан магазинға, көрші қалаға, машиналармен банкқа апарып жүрді. Бірақ сосын олардың көп стол алып, маған аз бергеннен шаша кеттім. Бірталай уақыт істеп, содан кейін өзім олардан шығып кеттім. Осымен айтарым бітті. Кішкене қысқа видео болып шықты, бірақ екінші бөлімін барлықтарыңыз күткендеріңізді білемін. Қалай болды, ойларыңызды комментарийға жазып кетіңіздер. Тағы қандай темада видео күтесіздер, соны да комментарийға жазып кетіңіздер. Келесі жолы сондай видео түсіруге тырысамын. Сау болыңыздар.